Ауzu billahi минашшайтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мәйітті шомылдырған суды денеге жағады. Бұған не дейді? Мәйітті шомылдырған су ол таза су емес, нәжіс су. Сол себептен де ондай нәжіс суды денеге жағу күнә болып есептелінеді. Имам Мұхаммед рахимахуллаху тағала өзінің кітабында мәйіт жуылған су нәжіс су деп атаған, ал енді лас суды денеге жағуға рұқсат жоқ. Сондықтан да ондай ырымның негізі жоқ. Және де олай істеу тазалыққа теріс. Ал ислам дінінде Алла тағаланың бұйрығы бойынша «Осиябака фатахир» деп бұйырады пайғамбарымызға. Яғни киіміңді тазала деген аят. Алғашқы түскен аяттардың бірі. Сол себептен денеге лас нәрселерді жолатпау керек барынша. Сол себептен ондай әрекетке бармаған дұрыс. Ал енді жаңағыдай мәйітті жуған суды не істейді? Мәйітті жуған суды аяқ баспайтын жерге шаруақтың аяғында төге салу керек, немесе канализацияға төге салу керек. Ахиру дауана алхамдулиллахи роббил аламин.